жатып бұғауын бұрап сындырған сұлулық пен қара көш тал бойында үйлескен топырағынан жаралған әуесінен нәр алған көліне сүңгіп көкшенің шыңдарымен тілдескен бұлағынан сусындап бұланмен бір көскен аққайыңмен әзілдеп қарағаймен күрескен айлы түнде аяулы аруларды әнімен тербеп ғажап күй кешкен сегіз қырлы бір сырлы сал серіммен сырласып бір жана қаны бір ай ұлылармен үндескен жақсылықты жақтырған жамандықты жат қылған қысылтаян кездерде сирақтан алып сиырды төбесіне қораның бір ақырға лақтырған қаһарына мінгенде борандай болып бұрқаған қара таудың басынан қара тасты көтеріп қарғып өткен қырқадан жігіттері ауылдың қызық үшін балуанның қыларқан салып мойнына екі жаққа табандап қылқындыра тартқанда домбырасы күмбірлеп күлімдеп әнін шырқаған жарықтық біздің аталар артпаса сірә кембеді тәкаппарлау шетелден ағылшындық арыстан топан судай том топан тұмандатқан Лондонда 800 күйлі көтердім есеп оның 2 пұт айтпайды тарих бекерден есің алшы қазағым Көкшетаудың базарын бір ерлігі сондағы балуан шолақ бабаның аударыпты өзіне орыс қазақ назарын 51 бұт салмақты жолбарыстай жондана тас түлектей қондана тік көтеріп алғанда алқалаған әлеумет анықтап көріп алсын деп айыздары қансын деп буырқанып бурадай бұрылыпты оңға да бұрылыпты солға да тоқталмас еді онымен кірдің тасы кінәді толмай қалған тоннағай жалғанда батырлардың қайсы мықты деген сөз талай мәрте айтылыпты ерлерді салыстырып таластырған қайтерсің пендешілік қайшылықты ол кезде иман жүсіп даңқы шыққан аңыз көп бізге жеткен жалпы жұрттан бетпе-бет келген даттан жұлып алып жыраға бүктіп бір-ақ тыққан дауылдай солқылдатса сары даланы отаршыл әскері де сайға бұққан алтынға айырбастамай азаттығын танытқан жат жұрттарға қазақтығын рапортқа жазған талай әпесердер батырдың иман жүсіп ғажаптығын бойында күш қайрат пен өнері көп ел сүйген ерейменнің өрені деп осыдан абыройың асырмасаң шолағым мықтымын деп керегі жоқ азғырды әзәзілдер осылайша аңғалер алдағанға көнеді деп алысса айналада екі арыстан арға бір өліп ал бір өліп бір қап ал бір өледі деп жаулары жобалады осылайша қазақты қазақ қана жеңеді деп қайрай берсе дұшпаны ой туады ұшқары күндердің күні базарда иман жүсіп тысынан сәлемсіз өте бергенде шөкеңді намыс қысқаны қай құйрығынан тұлпардың бір қолымен тұтамдап бұраңқырап ұстады балуанды тұлпар тартылмай теңселіп барып тұрады иман жүсіп қаһарман толғана мойнын бұрады қарсы кеп қалды қасарып қазақтың екі қыраны алаян талаған ағайын бұрышында базардың ай сілтідей бәрі тынады алшаңдаған қасқалар балпаңдаған басқалар бұрышында базардың боз торғайдай бұғады иман жүсіп қаһарман нағыз ерлер қашанда ер қадірін біледі
қаһарман келбетінен балуанның танып қайрат жігерді иман жүсіп қамшысын сілтеп қалғанда имансыздарда иманын бір үйіріп алатын дөнен өгіз терісін бір тартқанда тірілетін бей бұлғаңдаған бейбақтар осы өтсе бауырдан тіл тартпастан өлетін бұл әдісін батырдың балуан шолақ білетін бір сынасып көруді арман қылып жүретін иман жүсіп қаһарман келбетінен балуанның танып қайрат жігерді жамандыққа қимады сауырынан тұлпардың үйірі сілтеп қамшысын сипай бір тартып жіберді етіне қамшы өткен соң қос құлағын жымырып мейіздей қатқан жануар шыңғырып қайрат қылады шомбал тастай шолақты арқан бойы сырғытып жер жыртқандай жылжытып шамасы бітіп сонымен солықтап тоқтап қалады шеңгелді балуан босатты керек деп аттың аманы жылжығаны сол екен сіресе қатқан балуанның тіреуіне шыдамай сыбырылып қалыпты көне тіптің табаны иман жүсіп қаһарман толғана сонда сөйлейді сөйлегенде бүйдейді алаштың ардағай ұлысың бөлек таулай әрісің шамырқандың үшін бір-біріне қайрапса бір жолата жаулары мұқалпақшы бүлгінді қазақтың екі қылышын ай бәсекеге бас тігіп қырқысып жатса өзара артыңдағы еліңнің не боларын күн ертең білетін ердің бірісің ай жете алмай жүрген алысың азаттық атты арманға азбыз ғой біздер жалғанға балуанға бұл сөз қонады жүректің шерін толғаған жауабын қысқа қайырды батырлар сөзді созбаған қолы шолақ болғанмен ақылы шолақ болмаған даңқыңды естіп жер жарған келіп еді сынағым қырандар көкті қырқысып ей бәсеке болса өзара қарға құзғын қарқылдап қуанбай ма құлатын келші бері құшақтап ей төсің өтесің түйісіп бірге болсын ұраным жебектей болып есіліп түйіннің бәрі шешіліп құшақтасты батырлар күшіне күші қосылып балақтан алып бір-бірін бет жыртысқан бұл күнді тайраңдаса тасырлықты басатын осындай болса керекті атадан қалған асылдық үлгісі талай ғасырлық атадан қалған асылдық